Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық педагогикалық диагностика пәнінің 3-ші дәрісін ұсынамыз. Зияты бұзылған балаларды дамыту мақсатында қолданылатын психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістер. Жоспары зияты бұзылған балаларды анықтаудағы психодиагностикалық тесттердің классификациясы, зияты бұзылған балаларды дамытудағы жобалау әдістерінің рөлі, контент талдау құжаттары, диалогтық техникалар, әңгімелесу, интерактивті ойындар. Зияты бұзылған балаларды зерттеуде анықтауда психология зерттейтін құбылыстар күрделі болғанымен, оның жетістіктері зерттеу әдістерінің көп түрлігіне қарай мазмұнды нәтижелерге қол жеткізуге толық мүмкіндік береді. Психодиагностика әдістері бағыттарына қарай қолданылып жүрген кейбір авторлар топтамасын ұсынамыз. Шванцер бойынша қолданылатын мәліметтерге сәйкес вербалды емес, манипуляциялық тесттер нақты дұрыс жауаптың болуы психикалық белсенділік бойынша. Гайди мен Захаров бойынша сапалық көрсеткіштеріне қарай стандартты емес деп бөлінеді. Қолданылған мазмұнына қарай жалпы диагностикалық жеке адам зерттеу әдісі, кәсіби қолайлық тесті, арнайы қабілетті зерттеу тесттері, жетістікті зерттеу тесттері. Зерттеушінің тірек материалдары, лампа, Коз кубигі, Векслер жинағы, Равен методикасы, аппараттық, заттық, бланктық. Зерттеушілер санына байланысты жекелік және топтық жауап беру формасы ауызша және жазбаша болады. Бағыт бағдары бойынша тесттер құралы орындау уақыты шектеусіз, зерттеушінің жетістігімен қатар орындауы қызықтырады. Тапсырманың біртектілігіне байланысты гомогенді және гетерогенді. Жинақтылық жағынан оқшауланған тест және тест жинақтары. Тапсырмаға жауап беру қасиеті бойынша жауаптар бар немесе еркін жауап. Психиканы қамту аймағы бойынша жеке тұлғаға бағытталған ақыл-ой тесттері. Ақыл-ой әрекеті сипаты бойынша вербалды және вербалды емес. Біздің жағдайымыздағы осы зиятында бұзылысы бар балаларда осы ақыл-ой іс-әрекетіне арналған тесттерді анықтауға арналған тесттерді кеңінен қолданылатын болады. Бұл біздің дәрісіміздің келесі бағыттарында кейінірек талқыланатын болады. Бадалев пен Столин бойынша әдістемелік сипаты бойынша объективті тест, стандартты тест, сұрақнамалық ашық тест, шкалалық техникалық тест, субъективті тест, проективті әдістемелер, диалогтық техникалар. Психодиагностика процедурасының жүзеге асуы және оның нәтижеге тигізетін әсері объективтік және диалогтық болып бөлінеді. Әдістеме нәтижелерін өңдеу, яғни суреттік әдістер, тақырыптық оперцептік тест дейміз оны, роршық тесті, конструктивті әдіс, шығармашылық әдіс деп. Мінекей осындай әдістердің негізгі бірнеше түрлерін, бірнеше авторлардың топтамаларын ұсынамыз. Осы әдістемелерді, жоғарыда аталған әдістемелердің жалпы топтамаларын біз күнделікті өзіміздің жұмыс барысында, дефектологтар диагностикалық жұмыстар жүргізу барысында, әсіресе зиятында ауытқуы бар балалармен жұмыс жасау барысында, оларды дамыту және жетілдіру, немесе анықтау сол мақсатында Равен әдістемесі, Векслер әдістемесі, Коз кубиктері сияқтысында өте кәсіби деңгейдегі қолданылатын әдістемелер кеңінен қолданылады. Психодиагностика психология әдістеріне сүйенеді, яғни кескіндеу қоршаған дүниенің адекватты түрін көрсетеді, даму психикалық құбылыстардың пайда болу жағдайын жобалау, өзгеру тенденциясы, құбылыс пен мәннің диалектикалық принципі, іс-қимыл санының психикалық іс-әрекет принципіне сүйенеді. Луповскийдің баланың психикалық ауытқу заңдылықтарын бірнеше иерархиялық кезеңдерде көрсеткен. Бірінші деңгей дезонтогенетикалық барлық түрлеріне сай. Бұл кезеңде ақпаратты қабылдау, қорыту, сақтау, кез келген патологияда қоршаған ортаны қабылдау бұзылады. Қоршаған орта туралы ақпарат бұрмаланады. Даму ауытқуынан түріне қарай центрлы патологиялық зақымдалған анализаторлар арқылы алынған ақпарат бұзылады. Эмоционалды әлеуметтік ақпараттарды пайдалану бұзылады. Ересектер тарапынан көрсетілген қарым-қатынас агрессия тарапымен қабылданады. Екінші деңгей сөйлеудің бұзылуы, нейрофизиологиялық бұзылу, яғни маңдай аймақтарындағы ауытқулар, дезонтогения
патогендік тежелуі, ерте жастағы аутизм жатады. Даму ауытқуының басқа түрлеріне вербалды және вербалды емес әрекеттерді аймақтық немесе дивергенция байқалады. Оқу бағдарламасын меңгеруге кедергі жасайды. Оқыту мен тәрбиелеудің арнайы ерекше әдістері қажет етеді. Үшінші деңгей қоршаған орта туралы мағлұматтардың баяу ұзақ қалыптасуы. Кез келген даму ауытқуының психикалық үрдістерінің жартылай немесе тұтас бұзылуы байқалады. Ой өрісі немесе даму қабілеті төмендейді, есту қабілеті төмендейді, ойлау операциясы жетілмейді. Даму мен жетілуі ұзақ уақыт пен тәсілдерді қажет етеді. Мінекей осындай Лубовскийдің бірнеше деңгейлерге бөліп қарастырған, яғни айтқанда зиятында ауытқуы бар балалардың осындай деңгейлік әрекеттері арқылы біз анықтауға мүмкіндік аламыз. Эксперимент ұйымдастыру кезінде келесі ережелерді сақтауымыз қажет. Эксперимент психикалық әрекетті модельдеу керек. Баланың ойында, еңбекте, оқуда, қарым-қатынаста жүзеге асыратын эксперимент құрылымдағы анықтауға ғана емес, сонымен қатар бұзылысы бар, бірақ сақталып қалған психикалық функцияларды анықтауға көмектесуіміз қажет. Эксперименттік әдістерді құру мыналарды қамтамасыз ету керек. Психологқа зерттелетін баланың шешім іздеуін ескеру мүмкіндігі, яғни баланың көмекті қабылдай алатындығын білу, оның қалай пайдаланатындығын, бір айтылған тапсырманы екінші қайталаған кезде баланың қабылдай алуы. Эксперименталды психологиялық әдістер психикалық ауытқулардың сапаларынан ашуға бағытталған. Эксперименталды психологиялық зерттеу нәтижелері хаттамаға объективті түрде жазылып отыруы қажет. Негізгі эксперименттік психологиялық педагогикалық әдістерде Рубинштейн эксперименттік әдістеме тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтудың ұйымдастырушылық және тәжірибесі және оларды клиникада қолдану атты еңбектерінде жақсы сипаттаған. Олардың ішінде әсіресе каус текшелері, жарамсыз затты алып тастау, Леонтьевтің оқиғалар тізбесі деген жанама есте сақтау, пиктограмма сияқты әдістемелер танымал тұрғыда жарияланған. Зияты бұзылған балаларды зерттеу қолданылатын проективті әдістерге тоқталатын болсақ, бұл психоанализдің теориялық дәйектемесінде проекция принципі қорғаныс механизмі санасыздық категорияларына енгізілген. Проективті әдістемелер психоанализ бойынша жеке адамның дезадаптация себептерін диагностикалауға бағытталады. Проективті әдістер белгілі бір мінез-құлық пен бейнелерге негізделген жобалаушы әдістер. Алғаш рет 1894 жылы жобалау термині Зигмунд Фрейдтің невроз страха мақаласында қолданылған болатын. Проективті әдістер тарихы, хронология және табиғат туралы түсініктермен, оның тәжірибе барысында зерттеу техникасымен ажыратылады. 1904 жылы және 1905 жылы Карл Юнг өзінің ауызша ассоциациясын құрғаннан соң жобалық әдісті қолдану дәстүрге айналды. Қазіргі уақытта психология ассоциациясының жобасына енгізілген жаңалықтар Вильгельм Вундтың, Гальтонның есімдерімен байланысты. Бірақ феноменнің ашылуы дәлелдеулері Карл Юнгпен байланысты болады. Карл Юнг өзінің бүкіл жобалық әдісінің негізінде ессіз қобалжу жеке тұлғаға әділ диагностика жасауға қолайлы екенін дәлелдеген. Проективті әдістегі тұлға салыстырмалы түрде зерттелетін негізінде ұйымдастырылған динамикалық процестердің тұрақты жүйесі эмоциялар мен жеке тәжірибе арқылы зерттейді. Әрбір жаңа әрекет әрқайсысы адамның эмоционалды көрінісі, оның қабылдауы, сезімдер, мәлімдемелері, қозғалтқыш актілері және тұлғаның ізін қалдырады. Бұл теориялық позиция әдетте проективті гипотеза деп аталады. Проективті әдістердің топтамасына тоқталайық. Біріншіден, қосымша әдістемелер. Зерттеушілер естілген сөзге байланыстырып ойын айту керек. Бұл Карл Юнгтың ассоциативтік тесті. Аяқталмаған сөйлемдер аяқтау, әңгімені жалғастыру, яғни сұрақтарға жауап беру, мен кіммін және тағы да басқа. Талдау әдістемелері, стимулды материалдық суреттер, суреттегі көріністер жиынтығы, зерттеушілерге ұсынылған суреттер бойынша әңгіме құрастыру, мысалға тематикалық оперативтік тест. Суреттегі көріністер бойынша сұрақтарға жауап беру, Розенцвейгтің фрустрациялық тесті, желе тесті, керекті артық суреттерді алып тастау, сонде тесті. Құрылым әдістемелері, стимулдық жүйедегі құрылымдық материалдардың негізінде Роршахтың кездейсоқтық формалары. Экспрессияның зерттеу әдістемесі, сөйлеу тәртібінің ерекшеліктері, жазуды талдау.
Шығармашылық өнімдерін зерттеу әдістемелері зерттеушінің салған суретінің талдануы, үй, адам, ағаш, екі үй, отбасы суреті, пиктограмма, автосурет, әлем суреті, еркін сурет, неде жоқ жануар. Балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты осындай жобалау әдістерінің классификациялары ұсынылады. Мысалға, бастауыш сынып балаларына дүниеде жоқ жануар жүргізілмейді. Оларға үй, адам, ағаш жүргізіледі. Яғни айтқанда, осындай сынды әдістемелерді, мысалға, тақырыптық апперцептік тесттің балаларға арналған варианты бар, және ересектерге арналған варианты бар. Яғни осы тұстарда біз әдістемелерді, осы проективті әдістемелерді қолдану барысында балалардың жас ерекшеліктерін міндетті түрде ескеруіміз қажет. Сонымен бірге осы қолданылатын тест әдістемелеріне жалпы сипаттама беріп өтейік. Тесттер стандартталған, қысқа және көбінесе шектеулі, жеке психологиялық айырмашылықтарды анықтау үшін қолданылады. Келесі көрсеткіштер үшін қызығушылық тудырады. Біріншіден, баланың экспериментатормен қарым-қатынасының ерекшеліктері, оңай қарым-қатынасқа түсе алады ма, бала сұрақтарды қоя алады ма, өзі туралы бірдеңелер айта ала ма. Екіншісі, мотивациясының ерекшеліктері, тапсырмалар балаларда қызығушылық тудырады ма, бала өзінің мүмкіндіктері мен жетістіктерін қалай бағалайды. Үшінші, динамикалық сипаттамалар, импульсивтік, тежелу, тапсырмаларды орындауға асығыс болу, немесе тежелу, баяу деген сияқты осындай сынды әрекеттерге назар аударуымыз қажет. Төртінші, назар аудару ерекшеліктері, алшақтық, ауысу, тербеліс, өзін-өзі бақылау көрсеткіштері. Бесінші, моториканың сипаттамасы, қозғалыс жылдамдығы, үйлестіру, күш бұлшықеттерінің тонусы, қозғалыс дәлдігі. Алтыншы, сөйлеу ерекшеліктері, фразалық сөйлемнің қалыптасуы, қиындықтар, сөздері дұрыс қолданбау, ескертпелер, сөйлеу инерттілігі, сөйлеудің реттеуші функцияларының бұзылуы. Жетінші, тапсырмаларды орындау тәсілдері, сынақ, қате немесе логикалық әдістерді қолдану арқылы табылған әдісті қолдану. Яғни айтқанда, бұндай тест түріндегі әдісті жеке және топтық болуы мүмкін, ауызша және жазбаша болуы мүмкін, бланктік, пәндік, ақпараттық, компьютерлік, ауызша немесе ауызша емес, яғни практикалық тұрғыда болуы мүмкін. Осы тесттерді өткізу барысында балаларды сырттай бақылау арқылы, әрине, зиятында бұзылысы бар балалар осы айтылған әрекеттердің оңай қарым-қатынасқа да түсе алмауы мүмкін, егер де ауыр формасы болатын болса. Ал жеңіл түрдегілер болатын болса, жеңіл сұрақтарды жаңағы өзі сынды, өзіне қатысты, тікелей қатысты сұрақтарға жауап бере алуы мүмкін. Ал басқа да жаңағы тесттің мазмұнына сәйкес кейбір талаптарды орындай алмайды. Мінекей тесттерді орындау барысында балалардың зиятында ауытқушылық бар ма, жоқ па, немесе соны анықтау мақсатында балалармен жүргізілген кезде осы мәселелерге назар аударылуы қажет. Мысалға, каус-кубингін жүргізген кезде балаларда көп жағдайда осы орындалатын, мысалға 4 қана кубиктен құрастырылған әртүрлі формадағы көрсетіп, оны қайта бұзып тастап, қайта құрастыру талап етілген кезде, бала оны естеріне сақтай алмайды және оны қайталай алмайды. Және сізден мен түсінбедім деп сізден қайтып сұрақ та бере алмайды. Яғни кері байланыс жасау мүмкіндігі болмайды. Қызмет өнімдерін талдау, контент талдау. Психодиагностикада ақпарат алудың тағы бір тәсілі бар. Бұл құжаттық, ақпараттық, сандық, сапалық талдау. Адам қызметінің өнімдерін зерттеуге мүмкіндік беретін көздер, құжаттың бастамасы, ұғымда хаттар, өмірбаяндар, күнделіктер, фотосуреттер, фильмдегі жазбалар, өнер туындылары, бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары, газет, журналдар және тағы басқалар жатады. Контент анализді талдаудың негізгі процедурасы сапалы ақпараттармен бөлісуге байланысты болады. Мінекей сіздердің назарларыңызға қысқадан нұсқа жоғарыда берілген жоспарға сәйкес сипаттама берілді және сұрақтың мазмұнына сәйкес сіздерге бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Осы бекіту сұрақтарын сіздер берілген мәтінге сәйкес дәрістің ішінен алып, дұрыс жауабын табуларыңыз керек. Және де бұны біз бетпе-бет жүздесу кезінде Zoom-да осы сұрақтарды талдаймыз және басқа да тағы да өздеріңіздің сол мәтін бойынша құрастырған тесттер сұрақтарыңызды талқылаймыз. Жалпы тақырыпты тереңнен меңгеру үшін және практикалық сыреспі өзіндік жұмыстарға дайындалу үшін сіздердің назарларыңызға мына әдебиеттерді ұсынамыз. Бұл әдебиеттер Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің кітапхана қорында бар, электронды тұрғыдағы да кітапханасында бар, сондықтан алып, оқып, пайдалануларыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.